Назарбаевтың қасында болған саяси үлкен топ біздің елімізде ағашкизм институтын қалыптастырып кетті. Қазір жастардың барлығы, қыз-жігіттердің барлығы бір жұмысқа орналастыру үшін ағашқа іздейді. Осы біздің еліміздің экономикасына, осылай алға даммауына, жылжымауына осы ағашкалар қаншалықты зардап тигізді? Және жаңа Қазақстанда осы ағашкалар институтынан құтыла аламыз ба? Ештеңе өзгерген жоқ қой. Жаңа Қазақстан деген қайтадан бір ұран шықты ғой. Олардың ұраншылары, ұрандары өзгере береді қайта. Бірақ ұранның ар жағында ешқандай не жоқ қой. Бір мағына. Ештеңе өзгерген. Не өзгерді? Айтыңдаршы, не өзгерді? Ештеңе өзгерді. Біз әрине басында мен Тоқаевпен өзім кездескенмін. Өте білімді, көзі ашық, бірнеше тілін меңгерген, өте тәжірибелі, өте бір ана бұрынғыға қарағанда оның қасында бұл енді үлкен мәдениетті тұлға ғой. Нағыз Конфуций. Ал мына ағашкалар? Ағашкалар отыр орындарында. Басында былай қорқып қалды олар енді. Тыныш болып қалды ғой. Қазір енді қайтадан бүйтіп жаңа шіреніп шығып жатыр олар. Ағашкизм ол біздің ауруымыз. Ол қазақтың қотырын қайта қасудың қажеті жоқ, өйткені оның бәрі білет. Ол біздің ауруымыз. Ол аурудан біз құтыла алмаймыз. Құтылудың жолдары бар әрине. Линкольн Юдың айтқаны бар емес пе? Ал мен жақындарыңды, достарыңды отырғыз. Не үшін отырғызғанын сен білесің, аналар да біліп отырады. Не үшін отырғызғанын. Отырғызатын адамдар көп қой біздерде. Олар билікте жүр әлі.